Саламатсыздар ма? Жоғары аграрлық техникалық колледжінің істі 531 топ студенттері. Бүгін сіздер Тоқтамысова Самал Қайырғалиқызының жетекшілігімен паразитология және инвазиялық аурулар пәнінен жаңа дәріс тақырыбымен танысасыздар. Сабақтың тақырыбы кокцидиоздар. Жалпы кокцидиоз ауруын қарапайымдылар тудырады. Яғни олар ішектерде мекендеп, сонда көбейіп, паразиттік жолмен тіршілік етеді. Кокцидиоздар құстарда қатты іш өтумен және өлім-жітімнің көрсеткішінің жоғары болуымен сипатталады. Осы кокцидиоздар жалпы шаруашылыққа немесе қожалыққа үлкен шығын алып келуі мүмкін. Кокцидиоздар дегеніміз не? Яғни бұлар инфекциялық ауру болып табылады. Қоздырушысы кокцидия бактериясы. Яғни бактерия ішектерге азық, су, күнделікті пайдалану ыдыстары арқылы және залалданған топырақ пен судан да жұғуы мүмкін. Бұл ауру көбінесе көктем және жаз айларында қатты білінеді. Жіті түрде клиникалық белгілеріне келетін болсақ, бұл ауру кезінде құстар өте әлсірейді, азыққа деген тәбеті мүлдем болмайды, жүндері үрпі-түрпі болып, айдарлары мен сақалдары салбырап, түссіздене бастайды. Және бұл аурудың өзіне тән клиникалық белгісінің бірі құстардың жаппай іштерінің өтуі. Яғни нәжістері көпіршіктеніп, қан талауы да мүмкін. Ал созылмалы түрінде клиникалық белгілері айқын байқалмайды. Және ересек құстар бұл ауруға төзімді. Патологоанатомиялық өзгерістеріне келетін болсақ, өлген құстардың өлекселері өте арық болып келеді. Айдаршарлары және сақалдары, көздің конъюнктивасы анемияланған. Негізгі өзгерістер ішектерде байқалады. Ішектің кілегейлі қабықтары және соқыр ішектің өсінділерінің қабықтары геморрагиялық қабынған. Күңгірт қызыл тартқан, кейбір аймақтары жітілі өтуінде осы қабынулар сиррозды қабықтарда да байқалуы мүмкін. Диагнозды ветеринарлық дәрігер эпизоотиялық мәліметтер, клиникалық белгілер және патологоанатомиялық өзгерістер міндетті түрде ішектің кілегейлі қабықтарынан алынған материалдар арқылы қояды. Ал еміне келетін болсақ, кокцидиостатикалық препараттарды қолданады. Қазіргі кезде бұл препараттардың ішінде ирамин кеңінен таралған. Тіпті 2-3 апталық балапандардың өзіне де бұл препараттарды қолданады. Және міндетті түрде балапан басар алдында да құстарды тексеріп, бұл қоздырғыштардың болмауын қадағалайды. Егер де шаруашылықта бұл аурудың клиникалық белгілері байқалатын болса, ауру құстарды міндетті түрде тез арада бөліп алып, қоражайлардың барлығын дезинфекциялаған жөн. Профилактикасы және күресу шараларына келетін болсақ, балапандарды дезинфекцияланған орынға орналастырады. Оны ыстық сумен және бумен немесе отпен жүргізеді. Балапандарды ересек құстармен бірге бағуға болмайды. Бройлер құстарына 10 күндік жасынан бастап күн сайын өскенге дейін беруге болады. Препараттарды беруді союға 3 күн қалғанда тоқтату керек. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.